Қазақ халқының басына небір ауыртпалықтар өтті. Қазақ халқы не көрмеді дейсіз. Сонау ғасырлардан бері басқыншылықтар түрлі белгілерін көріп келеді. Оның бер жағында Ресей патша үкіметінің қол астында 300 жыл бодан болсақ, содан кейін де 70 жыл Қызыл империяның бел ортасында жасадық. Қазақ елінде кеңес үкіметі тұсында кім бірінші хатшы болмады дейсіз. Әсіресе елімізге келіп кіші қазаны орнатпақшы болған Голощекин диктаторлық әрекеттерге барып, қазақ интеллигенциясын ойсырата таптауға кірісіп, халықтың мысын басуға жан салғанын тарих дәлелдеп отыр. «1929 жылы мал басы 40 миллион 300 мыңға жеткен. Яғни 2 жыл ішінде 5,5%-ға көбейген. Оны көре алмаған басшы барынша күш салып, мал басын азайтып, қазақтардың жанын қинады. Сол кездің өзінде Тұрар Рысқұлов орталық комитетке 28 жылғы сессияның Голощекиннің Қазақстандағы ұлы қазан конфискация науқанының жетістік басталды деген тұрлаусыз мәлімдемесе батыл тойтарыс берген. Сталинге бір емес 2 рет ашық хат жазған. Қарапайым орта шаруаның малына шейін конфискелеп, қазақты тентіретіп жіберді. Айналып келгенде 1929 жылы 40 миллион мал басынан 1933 жылы бар болғаны 4 миллионы қалған. Бұл бассыздыққа жайбарақат қарай алмаған Ғабит Мүсірепов, Ғатауллин, Дәулетқалиев, Қуанышев, Алтынбек сияқты қоғам қайраткерлері 1932 жылы халық тағдырына қабырғалары қайысып, орталық комитетке Қазақстан жерінде коллективтендірудің лениндік принциптерін аяққа басу фактілері орын алып отырғаны туралы хат жазады. Тарихшы ғалым Медведев еліміз бойынша 10 миллион құрбан болды десе, Рыбаковтың Арбат балалары романындағы кейіпкерлердің бірі 13 миллион болғанын растайды. Сол ашаршылық кезінде 2 миллионнан астам қазақ аштан өлген. Шындап келгенде Голощекин дүшілдікті бір адамның есіміне теліп қою дұрыс емес. Голощекиннің қылмысты әрекеттерін көре тұра көрмеген, тіпті оның сойылын соғып, одан да қаттырақ сілтеген Құрамысов, Голодов, Исаев, Ерназаров сияқты республиканың басқа басшылары да Голощекиндіктің ойранына бірдей ортақ, бірдей жауапты. Оларға есіл асып, еділ ауған бауырлар қамынан көрі сұсты хатшының алдында алған арзан абыройдары жоғары болған. Шолақ белсенділер ел арасынан да шықты. Ел тұтқасын ұстаған асыл азаматтар халық жауы танып, біртіндеп түрмеге тоғытылды. Ғалым Балкогоновтың «Даңқ пен қасірет» деген еңбегінде сталинизмнің құрбаны болған 3,5-4 миллион адам репрессияға ұшырады. Оның 600-650-і атылды. Ал Медведев болса, шынында атылғандар саны 1 миллионнан асады дейді. 1938 жылы 5 мамырда Правда газеті абақтыға жабылғандар саны 5 миллион адамнан асады деп жазады. Осының бәрі 1940 жылы 1 сәуірде Ежовтың атылуымен аяқталды десек те, бұл ақпар шегіне жетпеген. Сол кездері 30 жылдары Алматы қаласының партия комитеті отырыстарында 3 мәселе тұрады екен. Біріншісі партия қатарына алу, екіншісі жазалау, партия қатарынан шығару, қажет болса ісін сотқа жіберіп репрессияға ұшырату. Үшіншісі Алматы қаласын өліктерден тазарту. Сұмдық емес пе?
Егемендік алған алғашқы жылдары ел болғанымызды паш етіп, бөркімізді аспанға аттық. Алғашқы парламент депутаттары шын мәнінде халықтың аузы дуалы, әрі парасаты мол ұлдары мен қыздарынан құралған еді. Сондықтан да алғашқы қабылданған заңдардың бірі осы нәубет құрбандарын еске алуға бағытталғаны айғақ. Жаппай қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заң жобасын әзірлеу тобының жетекшісі, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан парламенті мүшесі Манаш Қозыбаев болатын. Кешегі кеңестік кезеңде қалаға есімін беріп, батыр санаған адам туралы Ермак жайлы аңыз бен ақиқат мақаласын ұсынған Манаш Қозыбаев қазақ халқын ғана емес, әлемді дүр сілкіндірді. Ермактың отаршылық әрекеті, жергілікті тұрғындарға көрсеткен зорлық-зомбылықтары әшкере етілді. Сол жазылым түрткі болып, қазақ жеріндегі оның атындағы қала, аудан аттары өзгертіліп, ескерткіші қиратылды. Бұл да егемендіктің алғашқы жеңістерінің бірі болатын. Одан кейін Манаш Қозыбаев ақтаңдақтар ақиқатты еңбегін жазды. Қазақфильм мен қазақ телефильм документалистері сонау 1990 жылдан бастап бірнеше фильмдер жасады. Алжир, Долинка, Міржақыптың оралуы, Үш бәйтерек, Сәкен Ильяс Бәйімбет туралы, Нәубет, Жүргенов болмысы сынды дүниелер таспаланды. Өзім режиссер Сапар Сүлейменовпен түсірген Ақсақалдар фильмде де көптеген деректер келтірдік. Соның бірі Неведомская деген орыс қызының күнделігі еді. Ол жазбаларының бірінде менің небір әдемі көрші құрбыларым болды, бәрі аштан өлді. Біздің үй күніне адам басына 200 граммнан 50 грамм май, сүт алып тұрды. Оларда ондай жағдай болмады, деп жазады. Қалай дегенде де өткен ғасырдың 30-50 жылдары Сталиннің озбыр саясатының кесірін барша кеңестік республикаға көрді, зардабын тартты. Бірақ дәл қазақтай қырылғаны шамалы. Біздің бойымызды жаулаған қорқақтық, жалтақтық сол кезден қалыптасқан үрейдің белгісі сынды. Әйтпесе оған дейін ат құлағында ойнап, аттан түспей елін қорғаған, осынау байтақ жерімізді қалдырған ата-бабаларымыз ондай болмаған еді ғой. Өз басын өлімге тігіп, жанын шүберекке түйіп жүрген Бейімбет Майлин сияқты жазушының күлпаш шығармасын оқымаған қазақ жоқ шығар деп ойлаймын. Ол жазбаның өн бойында қазақтың табиғаты жатыр. Өкінішке толы зары жатыр, болашаққа деген үміт жатыр. Олай болса, сол шығарма бойынша түсірген қысқа метражды фильмді назарларыңызға ұсынайын. Авторы өнер магистрі Күнжарқын Сардарбекова.
Қали қалай? Bir қалыпты. Суға езіп бересің. Осыған қалаға дедім де. Енді маған не дейсің? Бәрін кешіп жатқан осы ғой. Кеттім мен серке ойнауға. Апа, қарным ашты. Әке, тамақ әкелдің ба? Тым жоқ, қалқам. Бүгінше осы енді. Осыған сабыр етіңдер. Жыл болса ауыр. Мен айтқан жұмағазыға тисең, мына күйінен арыласың. Мағынасыз қанша күнің өтті. Қалған өмірді қорлыққа салма. Міне сұрағаныңыздай. Мұнда тұр сенікі. Алдында саған не айттым? Мына түрменен де өлесің ғой. Рошан-ау, мақтым жасымнан қосылған қосағым ғой. Тастағанда не оңам? Мына күйіңмен ұзаққа бармайсың. Сені өлімнен құтқаратын менде әлі қалған жоқ. Білесің, сол жұмағаздан өзіміз күн көріп отырғанымызды. Сөзді қойда соған ти. Қалиды қайтем. Ойбай, апа, бірінші өз қамыңды же. Одан кейін артынан алдырта жатарсың. Несіне қырсығасың? Өзіңді ойла. Мына жатқан балаңды ойла. Күлпаш, сөзді қойда соған ти. Намыстанатын ештеңкесі жоқ. Жұмағазыға тисем, Қалиды да ашықтырмауға болады.
Мақтым. Не болды? Айтсаңшы. Біз ажырасақ қайтеді? Оны қайтын шығармын. Есіне адасқан зауымсың? Әлде сені азғырып жүрген әлгі раушан ба? Жоқ, Мақтым. Не жоқ? Ол бізді ойлап жүр ғой. Ойлайтын түгі де жоқ. Ойласа, байдың үйінде жүр. Bir ауыз тиімнен әкеп бермеймін. Менің басқа малым қалған жоқ. Кешірші мені, Мақтым. Қара көзіме. Шынын айтшы. Сені азғырып жүрген әлгі раушан ғой. Қайда бара жатырсың? Қайтып келші. Қырсыққанды қойсайшы Күлпаш. Бұл ашаршылықтың бір ғана көрінісі. Шындап келгенде репрессия мен ашаршылық тақырыптарының зерттелуі әлі аяқталған жоқ. Біз білмейтін қаншама деректер бар. Індет кесірінен үйде қамалып отырмыз, карантинде отырмыз дегеннің өзінде де репрессия мен ашаршылыққа қарағанда бұл нәубет түкке тұрмайды. Біздің еліміз аман, жұртымыз тыныш болса, бәрі де өз орнына келеді. Осы індеттен де аман есен құтылуға жазсын. Ел аман, жұрт тыныш болғай.